Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен кәдеден роллер жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен кәдені жақсылап жуып алып, керек емес екі шетін кесіп алып тастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кәдені өте жұқадай емес, қалыңдай емес қылып ұзын жағынан кесіп аламыз. Кәдені барынша түзу қылып кесуге тырысыңыздар. Мінекей кәдіміз осылай тым жұқа емес, ұзын болып шығады. Содан соң панировкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны араластырамыз. Кескен кәдімізді ұнға аунатып, кейін жұмыртқаға 2 жағын аунатып, сухариге аунатамыз. Мұқият жабыстырамыз. Қалғандарын да дәл осылай істейсіздер. Дайын кәдімізді ұзыннан противенге салып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 15-20 минуттай пісіреміз. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысқа 2 сарымсақты өткізгіштен өткізіп, майонез қосып, кішкене қара бұрыш салып, араластырып қоямыз. Салат жапырақтарын кесіп аламыз видеодағыдай. Содан соң қиярды соломка қылып тураймыз. Қызанақты да дәл солай соломка қылып тураймыз. Кәдіміз пісіп болған соң начинкасын жағамыз. Салат жапырағын, қияр, қызанағымызды қойып, 1 шай қасық ұшымен творожный сыр салып, дәл осылай ораймыз. Біткен жерін төмен қаратып қоямыз. Қалғандарын да жасап шығамыз.
Міне дәмді кәдеден роллы дайын болды. Әдемі бір жесең жегің келе беретін роллы болып шықты. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.